Алдарыңызда Adobe Photoshop бағдарламасының жұмыс ортасы. Біз ұсынып отырған видео дәрістерді тамашалап көргеннен және де солардан сабақ алғаннан кейін бұл ортада өзіңізді еркін сезінетін боласыз деп сендіремін. Демек, Photoshop бағдарламасының жұмыс ортасымен танысуды бастаймыз. Жоғарыда меню мәзірі, меню жолағы, яғни стандартты меню жолағы. Сол жақта біздің аспаптар, саймандар панелі, және де оң жақта палитралар панелі болып, үш бөліктен, үш бөлік терезелерінен тұрады. Және де бұл жерде бізде меню, негізгі менюдің астында құрал аспаптардың баптау панелі орналасқан. Мысалға біз текст, горизонталды текст аспабын таңдайтын болсақ, сол баптау мәзірлері біздің немізге шығады. Және де сол сияқты бұл ортада бірнеше терезелер палитрасы бар. Мысалға бұл жерде атап айтатын болсақ, навигатор, слой, каналдар, тағы сол сияқты, тарих деген сияқты палитралар панельдері бар. Және де бұл жерде бұлармен жұмыстар жасап көрейік. Мысалға каналдар палитрасын ашайық. Және де история, тарих палитрасын қалпына келтіріп көрейік. Және де жинап. Және де бұларды жай ғана значок емес, кәдімгі палитра панелі сияқты ашып не қылуға да болады бұларды да. Немесе бұлайша жинап, мыналарды бұлайша жинап қоюға болады. Және де бұларды өзіміздің қалауымызша өзгертіп, мысалға мынау шрифттарды баптау терезесін бұлай шығарып алып, және де оны бұлай жауып тастап, қалағанымызша бұлардың әрқайсысын бөлек шығарып және жауап тастауымызға, мысалға каналдар, слойлар деген палитраны алып бөлек шығарып алуымызға мысалға болады. Және де бұны жауап тастап, бұны қайтадан терезелер және де слой деген ашып алуымызға болады. Және де бұны қайтадан алып келіп, осылар қатарына, контур мен каналдың қатарына қосып қоюға болады. Және де болмаса навигатордың жанына апарып қоюымызға, өзімізге ыңғайлы деп есептеген жерімізге қойып алуымызға болады. Және де біз осы немізді мына басқа панельдердің барлығын жауайық, жауып тастап, мысалға мыналар бізге қазір жұмыс кезінде керек емес деп табатын болсаңыз, бұларды жай ғана жауып тастауға болады. Тарихты бұлай қалдыра салайық. Және де осы жұмыс ортасы өзіңізге ыңғайлы болса, осы ортаны сақтап қоюыңызға да болады.